Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы педагогиканы оқыту технологиясы. Оқыту тұтас педагогикалық үдерістің бөлшегі ретінде. Бүгінгі дәрістегі қаралатын сұрақтарымыз келесідей. Оқыту технологиясының мәні, дәстүрлі және инновациялық технологияларды талдау критерийлері, тиімді технологиялар мен цифрлық құралдар, болашақ педагогтерді дайындау, педагогикалық үдеріс қызметтері жайлы сөз қозғаймыз. Дәрісте сіздерге пайдаланатын ұсынылатын әдебиеттер көрсетілген, яғни Губайдуллинаның педагогиканы оқыту әдістемесі, Мұхамеджанованың педагогиканы оқыту әдістемесі оқулығы, Мыңбаеваның методика преподавания педагогики оқу құралы, Бөрібекова, Жанатбекованың қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар. Бұл аталған әдебиеттер біздің кітапханамызда бар. Тек қана бұл аталған әдебиетпен ғана шектелу деген міндет емес. Қосымша әдебиеттерді де силабустың ішінен алып қарасаңыздар болады. Біздің кітапханамызда электрондық кітапхана жүйесі бар. Сол жүйеден де іздеп қарасаңыздар табасыздар деп ойлаймын. Оқыту технологиясының мәні және ерекшеліктері. Не тоқталатын болсақ, оқыту технологиясы бұл оқу процесін жобалау, ұйымдастыру және өткізу тәсілдерінің жүйесі. Ол нақты дидактикалық мақсаттарға жетуге бағытталған ғылыми негізделген әдістемелік жүйе болып табылады. Педагогиканы оқыту технологиясы педагогика пәнін оқытуда қолданылатын әдістер мен тәсілдердің жүйесі. Оның көмегімен болашақ педагогтерге теориялық білім мен практикалық дағдылар қалыптастырылады. Енді технологияның компоненттеріне келетін болсақ, мақсаттық бағдар, мазмұндық бағдар, процессуалдық жағы бар, диагностикалық құрал, нәтижелік көрсеткіші технологиялық компоненттеріне жатады. Технологияларды таңдау критерийлері. Мақсатқа сәйкестік, студенттердің дайындық деңгейіне байланысты, материалдың мазмұны мен күрделілігіне байланысты, оқу мен ресурсқа байланысты, құндылыққа бағдарлануға байланысты. Яғни осы критерийлерді біз жүйелі түрде ескеру арқылы оқытушы тиімді технологияны таңдап, білім беру үдерісінің сипатын арттыра алатынына күмәніміз жоқ. Яғни мақсатқа сәйкестік критерийі ол технология сабақтың нақты мақсаттары мен міндеттеріне толық сәйкес келуі тиіс. Ал білім алушылардың бастапқы білімі мен дағдыларын ескерту қажеттілігі студенттердің дайындық деңгейіне байланысты. Оқу материалының табиғаты мен қиындық деңгейіне сәйкес әдіс таңдау бұл материалдың мазмұны мен күрделілігіне байланысты. Студенттің тұлғалық дамуына, өзіндік ойлауына бағыттау, ол құндылыққа бағдарлану критерийі. Ал енді қолда бар уақыт шеңберімен материалдық, техникалық мүмкіндіктер уақыт пен ресурсқа байланысты критерий таңдалатын. Дәстүрлі және инновациялық технологиялар. Дәстүрлі технологиялар, яғни ол дәріс, мысалы, түсіндіру әдісі басым болады дәстүрлі технологияда. Оқытушы, білім беруші ол орталық тұлға ретінде. Яғни продуктивті әдістер көп қолданылады. Репродуктивті әдістер. Стандартты бағалау жүйесі болады ол кезде. Бірізділік пен жүйелілік орын алады. Негізгі сипаттамасы. Ал енді артықшылықтары осы дәстүрлі технологияның іргелі білім беру, яғни теориялық базаны қалыптастыру, жүйелі мазмұн беру. Ал енді шектеулері де бар өзінің, плюс және оң және теріс жағы болады ғой әр нәрсенің. Яғни шектеулеріне келетін болсақ, студенттің пассивтілігі орын алады бұл жерде. Шығармашылықтың шектелуі, яғни жеке қабілеттерді ескермеу. Бұл жерде яғни
педагог активді түрде жұмыс жасайды. Иә, педагог негізгі жаңағы басым болғандықтан. Инновациялық технологияларда, яғни негізгі сипаттамасына келетін болсақ, бұл жерде керісінше студент белсенді субъект ретінде қарастырылады, субъекті болады, белсенді субъект болады. Интерактивті әдістер қолданылады. Проблемалық жағдаяттар шешу, сыни ойлауды дамыту, цифрлық құралдарды енгізу. Ал енді инновациялық технологиялардың артықшылықтары белсенді оқу, шығармашылық дамыту, практикалық дағдыларды қалыптастыру, жеке тұлғаны дамыту. Енді ерекшелігі оқытушыдан жоғары біліктілік пен шеберлікті талап етеді. Педагогиканы оқытудағы тиімді технологиялар. Сын тұрғысынан ойлау технологиясы. Яғни студенттердің аналитикалық ойлауын, ақпаратты сыни бағалау қабілетін дамытады. Кластер, эссе, дебат әдістері арқылы жүзеге асырылады. Проблемалық оқыту технологиясында проблемалық жағдаяттар арқылы студенттердің іздену белсенділігін арттырады. Өз бетімен шешім табу дағдыларын қалыптастырады. Интерактивті әдістерде біз дискуссия, дебат, рөлдік ойындар, топтық жұмыстар арқылы студенттер арасында белсенді өзара әрекеттесуін қамтамасыз етеміз. Дамыта оқыту технологиясы, яғни студенттің танымдық қабілеттерін, ойлау деңгейін, шығармашылық әлеуетін жан-жақты дамытуға бағытталған технология. Енді бұл технологиялар бізде болашақ педагогтердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруда аса маңызды рөл атқарады, және де теория мен практиканы тығыз байланыстырады. Біз алдымызда осы дәрістен кейін практикалық сабақтарымыз бар. Практикалық сабақта осы педагогиканың оқытудағы тиімді жалпы барлық айтап өткен технологиялардың барлығын практикалық сабақта қалай қолданып біз көрсетеміз. Цифрлық білім беру технологиялары. Яғни қазіргі заманғы білім беру үдерісінде цифрлық технологиялар бізде ерекше орын алады. Олар оқу процесін интерактивті, қызықты және тиімді ететініне күмәніміз жоқ. Әртүрлі біз интерактивті тапсырмалар мен оқу модульдерін құруға арналған платформаларды қолданамыз. Ойын элементтер арқылы білімді бекітуге мүмкіндік беретін платформалармен жұмыс жасаймыз. Сабақтарды ұйымдастыру кезінде тапсырмалар беру, студенттермен кері байланыс орнату үшін жалпы кешенді шешім ұсынатын платформалармен жұмыс жасаймыз. Қашықтықтан оқыту форматында сапалы онлайн сабақтар жүргізуде, бейне конференция ұйымдастыруға мүмкіндік беретін платформаларды қолданамыз. Және интерактивті сауалнамалар, викториналар, жедел бағалаулар арқылы студенттердің белсенділігін арттыратын әртүрлі платформалар, атап айтатын болсақ, Kahoot сияқты программаларды біз қолданамыз. Интерактивный. Виртуалды тақтағы арқылы идеялармен бөлісу, топтық жобалар жасау, шығармашылық жұмыстарды жүргізуге қолайлы құрал біз Padlet қолданамыз. Енді біз бұның барлығын жоғарыда атап өткен технологияларды, техникаларды, әртүрлі цифрлық білім беру технологияларын практикалық сабақта қолданамыз. Қазір теориясын айтып отырмыз, ертең практикалық сабағымызда осының барлығын қолданатын боламыз. Педагогикалық процестің мақсаттары мен қызметтері. Педагогикалық мақсат түрлері: нормативтік, мемлекеттік мақсат, қоғамдық мақсат, оқытушылардың бастамашыл мақсаты. Ал енді осы педагогикалық процестің қызметі жалпы білімділік қызмет. Яғни біз не істейміз? Теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастырамыз. Одан кейін біз тек қана білім ғана беріп қоймаймыз. Ұлы ғалым Әбу-Насыр әл-Фараби не деген? Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дейді. Осыған байланысты біз адамгершілік құндылықтарды, жауапкершілікті дамыта отырып білім береміз. Яғни тәрбиелеушілік қызмет. Дамытушылық қызмет. Танымдық қабілеттерді, ойлау деңгейлерін көтереміз. Әдістемелік қызмет көрсетеміз. Оқыту тәсілдері мен әдістерін жетілдіру. Талдау нәтижелік қызмет. Оқу нәтижелерін бағалау және талдаймыз. Яғни кәсібилік қызмет. Болашақ мамандыққа дайындау. Кәсіби құзыреттерді қалыптастыру. Яғни осы мақсаттар мен қызметтерді үйлесімді жүзеге асыру арқылы тұтас педагогикалық үдеріс қалыптасады және білім сапасы артады.
Болашақ педагогтерді дайындаудағы оқыту технологияларына келетін болсақ, сапалы оқыту технологиясы ол болашақ мұғалімнің сабақ беру шеберлігін, студентпен кері байланыс орнату дағдысын, шығармашылық пен рефлексияны дамытатын негізгі құрал болып табылады, иә. Енді сабақ беру шеберлігі, кері байланыс дағдылары, рефлексиві дағдысы, шығармашылық даму, мұның барлығы болашақ педагогтарды дайындаудағы оқытудың технологияларының ерекшеліктері. Осылайша біз қазіргі заманғы оқыту технологиялары болашақ педагогтың кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың негізгі тірегі болып табылады деп айта аламыз. Енді біз жаңа осы дәрісіміздің аясында бірқатар сіздерге практикалық сабаққа тапсырма беріледі. Оқыту технологиясының анықтамасына тоқталасыздар, ерекшеліктерді анықтайсыздар, салыстырмалы талдау жасайсыздар, цифрлық технологиялардың рөлін, маңыздылығын негіздеу, технологиялардың айырмашылығын жеке таңдау және негіздеме болашақ тәжірибе, яғни болашақта сабақ берген кезде практикаға барғанда, педагогикалық практикаға барғанда қандай технологияларды сіз өзіңіздің пәніңізді ашу барысында, түсіндіру барысында қолданар едіңіз, осының жоспарын құрып келесіздер. Қолданылған әдебиеттерді мен сіздерге сабақтың барысында айттым басында, одан да бөлек сіздер аталған жаңағы өз университетте библиотекаға барып алсаңыздар, қарасаңыздар